Қайырлы күн баршаңызға. Сіздерге бақыт табыс тілеймін. Менің осы видеомды көріп отқан болсаңыздар, лайк басып, поделиться батырмасын басып отырыңыздар. Сіздерге YouTube каналыма пайдалы видеолар жүктеп отыратын боламын. Ал осы жолы медстраховка төленген-төленбеген медицина саласында соны тексеретін боламыз. Ол үшін Google-ға кіріп fms.kz деп жазамыз. Ағылшынша әріптермен fms.kz. Мінекей әлеуметтік медициналық сақтандыру қоры 2021 жылдың 1-ші жартыжылдық дейді. Ашамыз. Мінекей соңғы жағында жасыл мәртебені анықтау деген тұр. Соны басамыз. Мінекей ЖСН-іңізді енгізіңіз дейді. Мен өзімнің ЖСН-імді енгіземін. Яғни робот дегенді басасыз. Сұрау жіберу дегенді басамыз. Менде бұл батырма жіберілмей тұрғандықтан Play Market'тен FMS-ті көшіріп алып, содан қарайтын боламын. Сіздерде сөйтсеңіздер болады. Регистрация жасап. Мінекей медстрахование. Осыны үстінен басамыз. Далее қазақша. Өзіңіздің email, яғни почтаңызды жазасыз. Сосын пароль ойластырасыз. 1-ден 7-ге дейін үлкен А, кішкентай А деп немесе соған ұқсас парольді жазсаңыз болады. Және фамилияңызды, атыңызды, отчествоңызды жазасыз. Сөйтіп регистрация жасайсыз. Мінекей біз кірдік. Жоғарыдағы үш нүктені басқаннан кейін проверить статус деп тұрады. Осы жерге иінімізді жазып тексеріп көреміз. Мінекей иінімізді жаздық-та. Қай айдарға төлегенім, қай айда төлемегендерім көрініп тұр. Мысалға, есіпі төлеп келгенмінді декабрь, январь, февраль, март төленбегенмін. Өткені менде ИП бар, ертең ИП-дан төлеймін, сонымен застрахован болады. Көріп тамашалағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар, бай болыңыздар, ауырмаңыздар.